Салем достарики, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін Динара Ибраева и бүгінгі Шалқазақ ТВ каналында мен арнайы барлықтарыңызды жаңа жылыңызбен 2021 жылыңызбен жалпы шын жүректен барлықтарыңызды құттықтағым келіп тұр. Сол себепті шынымен желтоқсан айын иегері, яғни тәуешкелердің қасиетін түсіндіруші видеороликті бүгінгі осындай керемет күнде сіздерге жеткізіп барамын деген ойдамын. Себебі шынымен ар зодиактардан өздеріне жараса қасиеті де болып, ол дейтін сізге қарапайым жылды жорамал болмай, шынымен ар зодиактардың өздеріне жараса өмірлік стратегиясын жарқын көрсетуші. Яғни шынымен ол дейтін махаббаттық саласында болсын, жұмыстық мәмілесінде адамдардың, зодиактардан беруші бірінші инстинктивті жауабы әлбетте осы олардың қасиетімен түсіндіріліп келеді. Сол себепті шынымен сіз өзіңіздің қасиетіңізді біліп аламын деген ойда болсаңыз, тек қана бір қағиданы, яғни әрдайым кез келген мезгілдің бірінші зодиагы әлбетте кардиналды, яғни лидерді қасиетіне ие болушы болады. Әр мезгілдің екінші зодиагы болатын болса, тұрушы кезектегі, ол дейтін тиянақталған бір қалыпты қасиетіне ие болады. Кез келген мезгілдің ақырғы соңғы, яғни үшінші тұрушы зодиагы болатын болса, әлбетте мутабелді, яғни өзгермелі қасиетіне ие болушы зодиак деп табылады. Яғни қазіргі қыс мезгілін алатын болсақ, әлбетте бірінші тұрушы зодиак ол желтоқсан айына келіп қалған біздің тәуешкелеріміз еске түсіріп, олардан әлбетте осындай бір лидерді кардиналды қасиетіне ие екенін түсініп жетуге де болады. Әлбетте тәуешкелерден кейін тұрушы зодиак ол дейтін су құйғыш болғаннан соң, су құйғыштар тиянақты қасиетіне, су құйғыштардан кейін балықтар мутабелді қасиетіне ие екенін үйреніп алып, сол тек қана осындай бір оңай қағиданы түсініп алатын болсаңыз, соның өзі сізге жеткілікті. Ал енді әрине тәуешкелерден басқа дәл осындай керемет кардиналды бастаушы қасиетіне әлбетте шаяндар, тоқтылар, тағы да таразыларды ие болып келіп, жалпы олардың айырмашылығы әлбетте олардың ішкі психологиясында, яғни табиғаттық элементі сәйкестігімен олар бір-бірлерінен ажыралушы, бір-бірлеріне жалпы ұқсамаушы болады. Яғни мысал ретінде бірінші от табиғатына қарасты тоқтыларды айтқанда, тоқтылар шынымен өз кардиналды қасиетін ең жарқын көрсете алушы зодиак деп табылып, оның себебі ішкі психологиясы тура сыртқы стратегиясымен ұқсас болып, шынымен оттың өзі тура бір кардиналды қасиеттің өзі секілді жоғары жылдамды. Бұл себепті бірінші болу, лидер болу мұқтаждығы керемет дамып келіп, жалпы оларға өздерін осындай бір тәкаппарлығы де әрдайым тек қана алға қарай жүрулеріне үлкен көмек болушы факторіне айналады. Одан кейін ауа элементіне қарасты таразыларды айтқанда, таразылар шынымен өздерін коммуникация қылу, әрдайым жұрттармен бірдей болу мұқтаждығы, әлбетте оларды сәл жұмсақтау мағынасында басшы болатын, басқаша қылып айтқанда, әрдайым әділдік үшін күресіп келуші лидерді алға қарай шауып жүруші адамдардың суретін жалпы береді. Ақырғы вариантты су, сезімдер элементіне қарасты шаяндарды айтқанда, шаяндар шынымен ол дейтін психологиялық, эмоционалдық мағынасында әрдайым жұмыс атқарып, әрдайым алға қарай жүріп, жалпы әрдайым бірінші болып аламын деген мұқтаждығына ие болсын. Кардиналды лидерді қасиеттің өзі не деген қасиет деп сұрақ қоятын болсаңыз, бұл жерде әлбетте бұндай зодиактар әрдайым бастап қойған жұмыстарында, өмірлік мағынасында әрдайым бірінші болу мұқтаждығы олардың іштерінде керемет дамушы болып келеді. Сол себепті сіз дейтін ақылдылық қылып, осы адамдарды керемет жауапкершілді жұмыстарға қоятын болсаңыз, әлбетте сізді таңғалдыру мағынасында болсын, немесе өздеріне және бір рет өздерін қандай керемет адам екендіктерін және бір рет жұртқа көрсету мағынасында болсын, бірақ қалай болса да тапсырылған жұмыстарын беске керемет адалмен, әдемілеп істеп қоюларына олар дейтін икемді болады. Сол себепті
мүмкін осы дүниеміздегі жаңалық ашқыш адамдардың барлықтары да осындай бір кардиналды қасиеттеріне ие болған шығар. Себебі бұл жандар шынымен ешқандай жаңалықтардан немесе бір қандайдар тосықтардан қорқып отырып, жалпы сасып отыратын қасиетке ие болмайды. Олар шынымен жаңалықтарды жас көруші, әрдайым бір басқаша нәрселер істеп, жалпы идеалисттіктері себепті жана тірліктері істеуге итермеленіп келеді. Сол себепті әлбетте ол дейтін біздің керемет жаңалық ашқыш адамдарымыздың барлығы осындай бір күнге қарасты зодиактары кардиналды қасиетіне ие болмаса да, жалпы басқа жеке планеталар, яғни сол Ай, Марс, мүмкін Меркурий асценденттері де кардиналды зодиактарына жайғасушы болатын болса, әлбетте сізде дәл осындай бір қасиеттерге ие болуыңызға да болады. Сол себепті ешқашан тек қана туған айыңызға, яғни күнге қарасты зодиагыңызға шырғаланып отырмаңыз жалпы. Дегенмен, кері мағынада, яғни негативті мағынасында қарастыратын болсақ, бұндай жандар шынымен тек қана лидер болса да, жалпы үлкен командада жұмыс жасалмайтын, яғни біреулердің әңгімелерін, кеңестерін тыңдай алмайтын, шыдамсыз, тек қана менің айтқан болады, нүкте деп қоятын, барлық адамдарды тек қана өзін артынан сүйреп, тасып жүруге әрекет қылатын адамдардың суретін береді. Сол себепті бұндай зодиактарға көбінесе қоршап тұрған адамдардың барлығын өздерін теңі ретінде қабыл алу кеңестері көбірек қойылатын болады. Арғарай, нақты осындай бір керемет зодиактарымызда, яғни кардиналды қасиетті жандарымызда, керемет миларында ойдары, идеялар дамып келуші болса да, әлбетте сол идеяларын өмірге келтіріп, жалпы бірінші қадамдарды қойып атқанда, жалпы көп уақыт өтпай, оған дейтін қызығушылығы таусылып қалып, жалпы лақтырып жіберетін қасиетіне де ие болады. Оңайлап айтқанда, кардиналды зодиакты адамдарды біз бенгал отіне ұқсатуымызға болады. Яғни бенгал оты сияқты кардиналды адамдар тез, жылдам жанып, жарық адамдарға көрсетіп, бірақ дейтін тез уақыт өтпай, сол өздерінше сонып қалушы, барлық нәрседен шаршап қалушы, жалпы қызығушылықтары тез таусылып қалушы қасиетіне де. Бұндай мағынада әлбетте тәуелшілердің осындай бір кардиналды қасиетті ішкі психологиялық, яғни жер элементіне қарасты мұқтаждығы, яғни сол әрдайым өнімді болу мағынасында, әрдайым пайдалы болу мағынасында қосылушы осы екі қасиет әлбетте тәуелшілерді жұмыстық мәмілесінде өздерін бірінші қылып көрсетуші, карьерист адамдар ретінде тауып келуші, осындай бір қасиетімен табиғатты себепші болады. И әрине олардың осындай бір керемет карьерист болып келуші. Яғни жұмыстық мәмілесінде әлбетте жемісті болып, әлбетте бірінші болып алуларына себепші болған сәттісіздіктер деп табылатын басқарушы Сатурн планетасы әлбетте бұндай мағынада балалық шақтарынан бастап керемет қиындылықтарды, керемет мүмкін әділсіз сабақтарды үйрету мағынасында, бірақтан ақырында сіз қазіргі алып алған абыройыңыз болады ма, алып алған керемет дарынды осындай бір ойдарыңыз болады ма, сабақтарыңыз болады ма, соның барлығына жалпы жауапкершіл планета жалпы сіздің осы Сатурнға қарасты шafqatsiz планетаңыз болып есептеледі. Яғни Сатурнның сабақтары жалпы сізді шынымен дарынды қылу мағынасында, сізді қатайтырып, жалпы бизнестік мәмілесінде сізге көмек беруші осындай бір керемет күштердің пайда болуына, жалпы осындай бір керемет ойдардың пайда болуына үйретіп келуші, дайындап келуші планета болып есептеледі. И бұндай мағынада әлбетте сіз дейтін осындай бір балалық шағыңызда немесе өміріңізде мүлдем ешқандай қиыншылықтарды көрмеген, керемет сәтті тәуелші болып келген болсаңыз, онда әлбетте сіздің Сатурн планетаңыз немесе Юпитер планетаңыз керемет мүмкін сәтті зодиакта жайғасушы да болуы мүмкін. Яғни сол мүмкін мергендерде немесе басқа бір
егіз немесе арыстандар зодиагы секілді, бірақ кері мағынасында қайтадан сіздің балалық шағыңыз керемет қиын немесе бір қандайдыр драмалық жағдайларға керемет байланысты өмірлік жағдайларына қалып қойған болушы болсаңыз, әлбетте Юпитер планетаңыз, Сатурн планетаңыз айналып келгенде осы тәуешкілер зодиагының өзінде болушы болатын болса, әлбетте осындай бір қиыншылықтарға қалып қоюыңыздың себебі дәл осының өзі болады. Қасиеттік ақпаратымызды ары қарай жалғастыратын болсақ, бұл жерде тәуешкілердің басқа кардиналды зодиактарға қарағанда өздерін көңіл күйі болсын, немесе өнімсіз аспанды ұшушы идеялары, теориялары себепті алға қарай жүруші немесе қадам қоюшы зодиак болмай, олар шынымен есепшілдігімен, сақтығымен, ертеңгі күнін ойлаған қалетте жұмыс жасайтын, барлық нәрсені алға қарай итермелеп келуші керемет ақылды зодиак ретінде, яғни өнімсіз тірліктерді босқа істеп келмеуші қабілетімен, қасиетімен жалпы басқалардан ажыралып келуші болады. Жалпы тәуешкілер шынымен өздерін мансап құмарлығы себепті, өздерін керемет идеалды идеялары себепті, өздерін таза репутациясы, абырой үшін әрдайым алға қарай жүруші, әрдайым өздерінің жұмыстарын керемет деңгейде, керемет сапалы қылу мағынасында ұмтылып келуші адамдар ретінде қабылдан келеді. Сол себепті бұндай адал жандарымыз әлбетте өздерін осындай бір керемет басшы позицияларына жету мақсатында әлбетте ешқандай майда шүйде пәстірліктерді жасаудың орнына шынымен өздерін абыройы үшін, өздерін осындай бір намысқа тырысу мағынасында ешқандай бір ата ағаларына қарамай, жалпы өздерінің күштеріне сенген қалетте тек қана алға қарай жүруші, тек қана адалмен қазіргі бір жетісіп алған жұтықтарын бәрін қолға кірту мағынасында жұмыс атқаратын осындай бір күшті зодиак болады. И әлбетте осындай бір керемет басшы рөлінде отырып алған біздің тәуешкілеріміз ары қарай шынымен адамдарға көмектесу мағынасында, яғни сол жердің өзі секілді өнімді болу мағынасында, жалпы пайдалы болу мағынасында жұмыстарын адал істеуші, жұртқа көмектесуші рөлдерінде әрдайым бізге таныс болып келеді. Қорытынды жасағанда, тәуешкілер өз кардиналды қасиетін басқа зодиактарға қарағанда шынымен өздеріне пайдасы тиюші, керемет пландарды көздеген қалетте жұмысқа шығушы, жалпы алға қарай жүруші ақылды стратегтер ретінде табылады. Одан басқа бастап қойған жұмыстарын өздері жерге қарасы табиғаты себепті, еңбекқорлығы себепті алға қарай ақырына дейін жалпы жеткізуіне икемді күштер де болады. Ал ақырында болса, әлбетте барлық жұмыстарын идеалды жұрттарға шынымен адалдылықпен соларды көрсету мағынасында әлбетте барлық нәрселерді таза, барлық нәрселерді сапалы қылу мағынасында сіз оларға кез келген тапсырмаларды беріп отыруларыңызға мүмкіншілік жаратылады. Ақырында бүгінгі жасалған осындай бір зодиакалды видеоролигім әлбетте сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписка жасауды ұмытпаңыз. Сонда Шал Қазақ ТВ каналында одан да көбірек қасиеттік, мүмкін басқа зодиакалды зодиактар видеороликтер келіп шыға береді. А дәл қазір болатын болсаңда, пока-пока, аривидерчи.